Уағалейкум ассалам. Қазақ тіліне қазір шығарамыз. Достар, кішкене лайкты басып жүріңдер, кішкене адамдар тезірек жиналсын, иә. Адамдар қосылып жатыр. Әрине қазақша болады тапсыруға. Қазақша тапсыруға болады. Өзіңіз білесіз ғой, үш тілде болады: қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде. Қазақ тілінде кішкене аудармалар қиындау болады. Орыс тіліндегіні алғанда Google-ға салған ғой, перевод қылдырып. Сөйтіп сала салған ғой тестке. Аудармалар біртүрлі. Иә, саламыз. Орысша талдайық дейді. Орысша да, қазақша да талдаймыз бүгін. Бүгін көп уақыт отырам. Өйткені кішкене жұмыстан босадым. Тест па? Менің WhatsApp номеріма жазып қойыңыздар. Содан кейін мен сіздерге жіберем. Профильға кіресіңдер, мен номерім бар. Содан аласыздар. 4000 теңге болса, ол бар ғой, андай бір айға берілетін болады. 4500 болса, онда 3 айға беріледі. Қазір сөйтіп бүгіннен бастап жасақ болған, маған өзіме жеке скидка. Ал басайық, ақырындап талқылаймыз. Бұл жағдайда жеңіл көлік жүргізушісі тоқтауға керек дейді. Көрдіңіз бе? Тоқтау керек. Жол белгісінің қасында ең жақын рельстен 5 метрде, өз қалау бойынша дейді, ең жақын рельстен 10 метрде дейді. Мына болады ғой жауабы. Қалай ойлайсыңдар, достар? Д дейді. Бәрі 10 метр, әрине 10 метр болады. Егер де белгі болса, анау аялдап жүруге тыйым салынады деген, сол белгінің бойымен тоқтайды, дұрыс па? Дұрыс жауап бердіңіздер. Келесі сұраққа көшейік. Жеңіл автокөлікке көрсетілген жерде тұруға рұқсат етіледі ме дейді. Бізде екі термин бар: тоқтау және тоқтап тұру дейміз. Мысалы, бұл белгіде сіздерге тоқтап тұруға тыйым салынады. Мұнда сұрақ қойылып, бір автокөлік көрсетілген жерде тұруға рұқсат етіледі ме дейді. Астында белгі көрсетіліп тұр ғой, қолданылу бағытын көрсетеді. Сонда осы бағытта сіздерге тоқтап тұруға болмайды. Белгіден кейін сіз тоқтай аласыздар да, және тоқтап тұруларыңызға да болады. Сонда жауабымыз А болады. Қарап өтейін. Дұрыс жауабын достар жазып жүріңіздер. Дұрыс, рұқсат етіледі. Қалай естіледі, достар? Оқырмандар, қалай естіледі? Менің профиліма кіріңіздер. Менің номерім бар профилді. Соған жазыңыздар аты жөндеріңізді WhatsApp-қа. Және де тіркеу үшін иін керек болады обязательно. Иін ол сіздердің логиндарыңыз болады. Қазір жаңадан сөйтіп қойған. Менің WhatsApp-ыма жазыңыздар, жақсы. Жеңіл автокөлік жүргізушісі солға бұрылған кезде кімге жол береді дейді. Мұнда полиция қызметкерін көргенсің, сразу полиция қызметкері бірінші рет деп жауап беріп жүрмеңіздер. Сіздер толықтай оқу керексіздер. Мысалы, жарқылдақ шамшырағы және арнайы дыбыстық сигналы, именно арнайы дыбыстық сигналы болған кезде сіздер оған кез келген бағытта жол беру міндетті боласыңдар. Сондықтан, егер де дыбыстық сигнал болмаса, онда сіздер оларға жол бермейсіздер. Мұнда бізде басты жолдың бағытын көрсетеді. Сондықтан біз тек арнайы дыбыс сигнал қосылған автокөлікке ғана жол береміз.
Жақсы, келесі сұраққа көшейік. Осы жол белгілері темір жол өтпелерін дейін қандай қашықтыққа орнатылады? Осы жол белгілері темір жол өтпелеріне дейін қандай қашықтық орнатылады? Ал көрейік сіздердің жауаптарыңыз кім жазып отыр? Достар, көбірек лайкты басайық. Және де менің парақшама тіркеліңіздер. Өте көп ақпарат бар. Және де мен YouTube каналында да сабақ беремін. Мұнда жазып отыр 50, 150. Көбісі дұрыс жауап беріп отыр. Мысалы 50. Бір сызығымыз ол бізде 50 метр. Сонда 3 сызығымыз ол қанша метр қалды? Онда 150. Дұрыс. Жауабымыз 150 метр. Қарап отырыңыздар, бір сызығымыз ол 50 метр қалды деген сөз. Екі сызық 100, үшеу 150. Апаттық және қауіпті жағдайдың туындауы мынаған байланысты дейді. Жүргізушінің іс-әрекетіне, қозғалыс ортасының элементтеріне, жүру бөлігінің күйіне, реттеу құралдарының басқа жол жалғастыру. Барлық аталған факторларға қойып, толықтай D жауабын белгілеуге болады мұнда. Көбісі дұрыс жауап беріп отыр. Уағалейкум ассалам. Келесі сұраққа көшейік. Қай белгі кедергіні оң жақтан айналып өтуге рұқсат береді? Оң жақтан. Енді бұл бізде нұсқау белгілері кедергіні оң жақтан айналып өту тек 2-де болады, міне, оңға көрсетілген, және 3-те. Сонда жауаптарыңыз сіздерде 2 мен 3. Осы жағдайда тіркеп сүйреуді орындауға рұқсат етілген бе? Буксировка дейміз ғой орысша. Әрине рұқсат етіледі. Сүйреуге барлық жерде рұқсат етіледі. Жақсы. Көбісі дұрыс жауап беріп отыр. Мұнда қарап отырмын комментарийлерді. Келесіне көшейік. Жәбірленушіні тексеру кезінде әрекеттер тізбегі, кешірім сұраймын. Жолдарын ашу, тыныс алу, тексеру, қатты қан кетуді тексеру. Сананы тексеру, тыныс алу, тексеру, қан кетуді тексеру. Ал осы сұраққа кім жауап береді? Тексеріп көрейік. А ма, Б ма? А болады дейді. Б болады. А, Б, А, Б, А. А, Б болады дейді. По идее, Б дейді. Ерсұлтан. Значит, А десеш. Б, брадан. Так, тексеріп көрейік. Бұл тестте өте жақсы. Егер дұрыс жауап бермесеңіз, астында төбесінде қызылмен белгіленеді, оны біз жауап берген көрсетіледі. Және де түсініктемесі шығады астында, неге дұрыс жауап бермегеніміз. Көбісі А деп отыр, ал Аны таңдайық. Нарада А болады, Б болады, братан деген красавчик дұрыс жауап берді. Көрдіңіздер ме міне? Мұнда сипаттамасы жоқ екен. Бұл сұрақта сипаттама жоқ дейді. Келесіне көшейік. Айналма қозғалыс бар қиылыстан шыққан кезде қай жүргізуші қағидаларды бұзды дейді. А ма, Б ма? Бізде шеңберлі жүрістен шыққан кезде оң жақтағы жолақтан шығу міндетті боласыңдар, сондықтан Б мен тыйым салынады. Көріп жүрейін комментариялардан. Дұрыс. Б бұзды міне. Анимациясын қарайық.
Мысалы, жеңіл көлікке неге сол жақтағы жолақтан шығуға болмайды? Себебі жүк көлікке тура бағытта да жүруге рұқсат болады. Мысалы, жүк көлік тура бағытта жүргенде екеуінің арада соқтығысуға ұшыраушы еді. Сондықтан шеңберлі жүрістен шыққанда оң жақтан шығып отырыңыздар. Техникалық себептерге байланысты көлік құралын жылдамдығы 40 км сағатына жылдамдықтан аспайтын болса, елді мекенде жолдың қай жолағында жүруге рұқсат етіледі. Бұны барлығы біледі, елді мекен тыс жерде, егерде жылдамдықтарыңыз 40-тан төмен болса, онда сіздер тек оң жақпен жүресіздер. Тек шеткі оң жақ жолақпен дейді. Жауабымыз осы. Достар, бұл тестті алғыларыңыз келсе, онда менің парақшама кіріңіздер. Анда менің номерім бар. Соған текст деген тест деп текст қалдырып қойыңыздар өздеріңіз. Жылдамдық артқан сайын бүйірлік аралық дейді. Бүйірлік аралықты ұлғайту керек, бүйірлік аралықты азайту керек, бүйірлік аралықты өзгерту қажет емес дейді. Енді орыс тілінде көрейік, аудармасы қалай шығады екен. При увеличении скорости движения боковой интервал дейді. Боковой интервал. Әрине, үлкейту керек. Ара қашықтықты иенің, егерде жылдамдықты жоғарылатсаңыздар, үлкейту керек. Міне, А болады жауап. Достар, лайкты көбірек басайық. Тағы адамдар қосылсын. Жеңіл автокөлік жүргізушісі қандай траектория бойынша қозғалысты жалғастырады? А ма, Б ма? Әрине, біз Б мен жүреміз. Егер көлік құралының жүргізушісі әкімшілік жаза қолданылған кейін 1 жыл ішінде қайталанған жасалған белгіленген жылдамдықтың 20 км/сағат асып кетсе, бұл бізде 30 МРП болады. Сіздерге былай түсіндіріп өтейін. Егерде мысалы қалада 60-пен жүреміз ғой, жылдамдықты сіздер 80-мен жүріп сергекке ұсталсаңыздар, онда мысалы штраф бірінші. Ол бізде 20-дан асырсақ 10 МРП болады. Жылына 2 рет ұсталсаңыздар, мысалы 2 рет 20-дан жоғары жүрсе жылына, онда 30 МРП төлейсіздер. Сондықтан жауабы Б болады. Мұндайда сұрақтар келеді, штрафтар бойынша. Көрсетілген траекториялардың қайсысы бойынша оңға бұрылу рұқсат етілген? Тағы да бір рет көрсетейін. Көрсетілген траекториялардың қайсысы бойынша оңға бұрылу рұқсат етілген? Әрине, Б мен бұрыласыздар. Егерде мұнда жол таңбасы тұтас сызық болса, онда сіздер А траекториясымен бұрыласыздар. Мұнда үзік сызық болғандықтан сіздер бірінші Б траекториясына кіріп бұрыласыздар. Міне. Жеңіл автокөлік жүргізушісі қиылыста қай бағытта қозғалысты жалғастыру мүмкін дейді. Көбісі осындай сұрақтарда дұрыс жауап бермейді. Көбісі бұл белгіні көріп, тек оңға деп жауап береді мысалы. Ал бізде жай ақпарат береді. Bir жақты жүріс жолына шығу дейді. Мысалы, үстөбесіндегі мысалы маршруттық көлік құралының бағытын көрсетеді. Сондықтан сен оңға жүре аласың, тура бағытта жүре аласың және кері бұрыла аласың. Сіздерге тек қарама-қарсы бағытқа шығуға болмайды. Жауабымыз қандай болды? Тура, оңға және бұрылуға дейді. Кері бұрылуға деп араға негізі дұрыс жазу керек.
тура, оңға және кері бұрылуға, солға бұрылуға тыйым салынады. Жеңіл автокөлікке қандай бағыттарда қозғалысын жалғастыру рұқсат дейді. Ал тағы да қараңыздар анимацияны. Әрине, тура, солға және кері бұрылады. Тура, солға және кері бағытта. Жауабы Б. Достар, мен комментарияны үлгермей жатырмын. Мұнда лайв студияда комментарияны оқытып, тестті шығару екеуі бір-біріне сәйкес келмейді екенді. Сондықтан мен комментарияға көп жауап бере алмай жатырмын. Достар, лайкты көбірек басайық. Тіркелуді ұмытпаймыз. Бұл видеолардың бәрін мен талқылағам. YouTube парақшада бар. Егерде менің профиліме кіріп, астында сілтеме бар, YouTube-тікі. Соны бассаңыздар, уже кіресіздер. Оған да тіркелуді ұмытпаймыз. Осы жағдайда жедел қызмет көлігі жол қиылысын бірінші болып өте алады ма дейді. Жауабы бізде С. Көк түсті шамшырағы және дыбыстық сигналы болса, онда өтеді. Іргелес аймаққа кірген кезде қара автокөлік әрекеттері. Қазір 1 минут. Мұнда звондап отыр екен. Алло. Да. Қордай 85-те орналасқан. Қордай 85-те. Маған WhatsApp-қа жазыңызшы, мен қазір прямой эфирде отырмын. Босаған соң сізге хабарласам. Так, кешірім сұрайын. Іргелес аймаққа кірген кезде қара автокөліктің әрекеттері. Міне. Так, әрине барлығына жол беру керек, жылдамдықты төмендету және жаяу жүргіншіге жол беру. Жауабы Б. Жақсы. Келесі сұраққа көшейік. Автокөлік басқару кезінде не болып жатқанын барлығын бақылау қажет. Енді өте оңай сұрақ. Мұнда жауаптарымызды қараймыз. Автокөліктің алдында, автокөліктің артында, автокөлік сол мен оң жағында, автокөлік айналасында. Әрине Д болады жауабы. Жақсы, келесі сұраққа көшейік. Темір жол өтпесінің алдында бұндай маневрге рұқсат етіледі ме дейді. Кері бұрылып отыр. Енді мұнда қараңыздар, жол таңбасы мұнда жоқ. Сондықтан біздің жауабымыз рұқсат етіледі деп жауап бересіңдер. Елді мекендерде орнатылған осы белгінің жасыл фоны нені білдіреді? Жасыл фон болса, ол бізде автомагистраль екенін ақпарат етеді. Көлік құралын апта сайын жүргізу ұзақтығы мынадай аспауы тиіс дейді. Аптасына 40 сағаттан жоғары жүрмеу керекпіз. Осы жағдайда жүргізуші автобусты басып озуға рұқсат етіледі ме? Ал қараймыз. Қайтадан көрейік. Белгіден өтті, онда сіздердің жауаптарыңыз, егерде автобустың жылдамдығы 40-тан төмен болса, онда сіздерге алып озуға рұқсат етіледі. Ал жауабын іздейік. Егер автобустың жылдамдығы 30 км/сағаттан кем болса, рұқсат етіледі. Жауабы бізде Б болады.
Жолда тура бағытта жүріп келе жатып, жүргізуші өз автокөлігін қалайша орналастыру керек? Тура бағытта жүрсе, қақ ортасымен ұстау керек. Ал тура бағытта жүре келе жатып, жүргізуші өз автокөлігін таңдалған жолақтың сол, жоқ, ол емес, таңдалған жолақ оң жағынан, таңдалған жолақ ортасында. Жүре келе жатып, міне жауабы С. Көк автокөлік жүргізушісі қиылыстан өткен кезде жол береді. Достар, лайкты басып ұмытпаймыз. Және де мен парақшама тіркеліңіздер. Егер де бұл тестті алғыларыңыз келсе, онда мен профиліме кіріп, WhatsApp номеріма тест деп текст жазыңыздар. Сосын мен прямой эфир аяқтаған соң сіздерге толықтай жазып жүремін, түсіндіріп жүремін. Қалай алу керек, не істеу керек екен. Ал енді көк көлік қандай кезекпен жүреді екен, иә? Енді бұл суретті аламыз да қиылысқа саламыз. Міне мұнда бізде плюс шықты. Қарамен белгіленген, ол бізде басты жолдың бағыты болып саналады. Сонда қызыл және жеңіл көлік ақ түсті, олар басты жолда. Сондықтан екеуіне де жол береміз. Енді мотоцикл мен көк көлік тұр. Екеуінде де екінші дәрежелі жол болып саналады. Сондықтан екеумізде жолды беріңіз деген белгі болса, оң жақтағы көлік басқынды болды. Сондықтан біз үшінші жүреміз. Жауабымыз автобусқа және жеңіл автокөлікке деп жауап бересіздер. Анимациясын көрейік. Автобус, жеңіл көлік өтті. Сосын барып көк көлік жүрісін жалғастырады. Осы әдіс тіркеп сүйреу болып табылады ма дейді. Жауаптарыңыз жоқ, бұл әдіс тасымалдау болып табылады. Жақсы, келесі сұраққа көшейік. Бұрау әдісін қолданылған кезде қай уақыт кезінде оны босату қажет дейді. Бұрау әдісін қолданған кезде қай уақыт кезінде оны босату қажет. Мен ойымша 15 минут жоқ саналады. Жоқ, 5 минут екен. Кешірім сұраймын. Медициналық сұрақтардан кішкене мен слабымын, басқаларынан жақсы. Көрсетілген траекториялардың қайсысы бойынша оңға бұрылу рұқсат етілген? Жаңағы түсіндіргенім ғой. Егер де жол таңбасы тұтас сызық болса, онда А траекториясымен бұрылу дұрыс болады. Осы жағдайда А1 қосымша санатынан жатпайтын мопедтің жүргізушісіне солға бұрылуға рұқсат етіледі ме? Қараңыздар, егер де бір жолақ болса, онда рұқсат етіледі. Екі жолақтан біздің бағыттан болса, онда тыйым салынады. Онда рұқсат етіледі. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтеді. Басымды болып өтеді. Бірінші болып өтеді. Жақсы. Түнгі уақытта төбенің басына шыққандаған не дейді мында, түсінбедім. Түнгі уақытта қазір уақытта төбенің басына жақындаған кезде жүргізушінің алыс жарық шамдары жақын жарық шамдарына ауыстыру қандай жағдайға ұсынылады. Бір сөзбен айтқанда, фараларында қосасың ғой, дальний свет фара. Қай кезде ауыстыру керексің дей ма? Сондай сұрақ қой мынау. Қарсы келе жатқан көлік пайда болған ғана дейді. Әрқашан көтерілудің шығындаған кезде дейді. Жауабы Б болады мұнда. Міне. Жақсы. Жаяу жүргіншілерге жол жиегі бойынша жүруге рұқсат етіледі ме дейді. Әрине, рұқсат етіледі. Келесі сұраққа көшейік. Қызыл автокөлік жүргізушісі елді мекенде жүру кезінде дейді. Елді мекенде. Мында автобус тоқтайтын орын белгісі бар.
белгіленген аялдама жүру бастап жатқан автобус жол беру керек дейді. Автобус жүргізушісі жүруін ортаңғы жолаққа шығуымен бастап жатқандық басымдық ие. Қазір аудармасын көріп жүрейікші. Должен вступить в автобус, начинающий движение от обозначенной остановки. Имеет преимущество, так как водитель автобуса начинает движение на среднюю полосу. Жоқ, жауабы мынау А болады. Қандай жағдайларда мотоциклдарда 12 жасқа дейін балаларды тасуға тыйым салынады? Енді мұнда балада нарушение бар екен. Мотошлем міндетті түрде кию керек. Сондықтан жауабымыз екі жағдайда да тыйым салынады. 12 жасқа дейін мүлдем болмайды отыруға. Қосымша тіркемесі болса, сол кезде ғана рұқсат болады. Көрсетілген бағыттардың қайсысымен жүруге тыйым салынады? Осы сұрақта да көбісі құлайды, дұрыс жауап бере алмайды. Енді қараңыздар. Бұл белгі бізде тыйым салу белгісі, солға бұрылуға тыйым салынады. Міне, мынау бізде қиылыстың бір бөлігі, мынау екінші бөлігі. Бұл белгінің қолданылу аймағы қиылыстың бірінші бөлігі болып саналады. Сонда екінші бөлігінде сіздер бұл белгіге мүлдем бағынбайсыздар. Көрсетілген бағыттардың қайсысымен жүруге тыйым салынған? Жауабы тек В болады. В болады. Жақсы. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне берілген траектория мен тротуарға жолаушыларға шығару үшін жақындап келуге дейді. Бұнда әрине тыйым салады. Жол таңбасы тұтас болып тұр. Кесіп өтуге тыйым салынып тұрсыз ба? Берілген жол белгісі нені хабарлайды сіздерге? Осыны өздеріңіз жауап беріңіздер. 4 сұрақ бар, көрейік. Кімде ең көп жауап болады, соныкін таңдаймыз қазір. Ал жазып жіберіңіздер. Берілген жол белгісі нені хабарлайды? СТО ғой, мынау СТО. Көлік жөндейтін жер дұрыс па? Сол А ма, Б ма? Мұнда біреу жауап беріп отыр екен. Холдаус деген. Холдаус. Ал көрейік А дедік мен. Молодец. Холдаус. Келесі, осы жол белгісі қай бағыттарда қозғалысқа рұқсат етеді? Барлық бағытта сіздерге тек кері бұрылуға тыйым салынады. Солға және бұрылыс жасауға. Тек солға, тек оңға және солға. Достар, егер де бұл тесті алғыларыңыз келсе, менің профиліме кіріңіздер. Сонда менің номерім бар, соған жазыңыздар WhatsApp-қа тест деп. Қазір осы прямой эфирді аяқтаған соң мен сіздерге сілтемесін беріп, сонымен тіркеліп, уже дайындалуларыңызға болады. Бағдаршамның қызыл және сары сигналдары бірлесуі нені білдіреді дейді? Бағдаршам ақауларының болуын қозғалысты рұқсат береді, қозғалысты тыйым салады және жасыл сигнал қосылатын туралы ескертеді, реттелмейтін қиылыс туралы ескертеді дейді. Осындай да сұрақ болады екен. Так, наличие неполадок светофора разрешает движение, запрещает движение и предупреждает о включении зеленого сигнала. Жауабы С ғой мұнда. Ақырғы сұрақ, көрсетілген белгілердің қайсысы орнатқан кезде артқы жүріспен жүруге тыйым салынады? Артқы жүріспен тек автомагистраль белгісінде
шегінуге тыйым салынады. Міне 1. Жақсы, 40-тан 38 жинадық. Өте жақсы результат.